Олар бадамды жандырып, қастарын бояйды. Кәдімгі ас үйдегі шай қасықты көздеріндегі бояу туп-тура әдемі шығу үшін пайдаланады. Олар өйткені олар, Нұржан, жоқтан барды құрап артықшығын шығармауға тырысады. Бүкіл лайфхак деген дүние осы қыздар қауым сіздерден қалған ау. Осы өзің айтқан бадам, яғни орысша айтқанда миндальды күйдіріп қасқа жауға бола ма екен? Шай қасықпен көз бояушы, жоқтан бар жасайтын әдістерді распа айдарында тексеріп көрдік. Өздеріңіз білетіндей, лайфхак бұл жаныңызда бар заттармен тығырықтан шығудың бір жолы. Қайырлы таң көрермендер, біз бүгін бьюти лайфхакқа арналған тексерісімізді одан ары жалғастырамыз. Біз көрген лайфхактардың ішінде осындай бадамды күйдіріп қасты сызуға болады екен. Біз қазір сондықта тексеріп көруді жөн көрдік. Алдымен бадамымызды қарайтып күйдіріп алайық. Енді сәл кішкене суығанын күтейік. Суды енді мына қарайған бөлігімен қасымызды сызып көруіміз керек. Өйткені жағалатқан жоқ әше. Қасымды қанша бояуға тырысқанымен мүлде боялған жоқ. Сондықтан бадамды мұндай лайфхактарға пайдаланбай-ақ тек дәрумен ретінде жегеніңіз дұрыс болады. Енді тексеретін лайфхагымыз бұл қасықтың көмегімен көзді бояу. Қазіргі кезде енді оны заманауи тілде смоки айс деп атайды. Енді соны да тексеріп көрейік, қаншалықты көзіміз қасықтың көмегімен боялады екен. Ол үшін енді мен көз бояйтын бояқты алуым керек. Және кист керек болады. Осымен көзімізді яғни екі түрлі жоғар жағын сәл қоңырқай, төменгі жағын ақшылдау етіп бояуымыз керек. Ол үшін мен қасықты көзімнің үстіндегі сүйектің жанына қоюым керек. Сосын енді оны осылай бояймын. Көп қыздар осы смоки айс жасаған кезде көпшілігі әдемі етіп шығара алмай жатады. Бұл лайфхак аздап болса да маған ұнап жатыр. Енді келесі көзімді көрейін. Өздеріңіз көргенде екінші тексерген лайфхагымыз өте жақсы жүзеге асты. Яғни мен көзімді бас жағын қоңыр және ортасын ақшылдау етіп қасықтың көмегімен бояй алдым. Бұл енді көзін бояған кезде көбіне бүлдіріп алатын қыздарға өте таптырмас лайфхактардың бірі екенін байқадық.